Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздермен бисквитті рулет жасайтын боламыз. Дүкендегі рулеттерден 1000 есе артық осындай бисквитті рулетті міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Одан соң жұмыртқаның ағуызына шым-шым тұз қосып, қою масса болғанға дейін, яғни өз формасын сақтағанға дейін миксерлеп аламыз. Одан соң жұмыртқаның сарыуызына құм шекер салып, аппақ масса болғанға дейін миксерлейміз. Одан соң сүт қосып, тағы да бір миксерлеп аламыз. Ең соңынан ұнымызды осы сарыуызға салып, миксермен немесе лопатканың көмегімен араластырамыз және қамыр қопсытқышты саламыз. Жақсылап түйіртпек қалмайтындай болып араласу керек. Одан соң осы массамызға жұмыртқаның ағуызын салып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде миксерді пайдалануға болмайды, өйткені массамыз басылып қалады. Осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін противенің үстіне пергамент қағазын төсеп, массамызды жайып шығамыз. градус пеште 10-15 минут пісіріп аламыз. Кремін дайындау үшін қаймаққа тосапты салып, араластырамыз. Кез келген тосапты алуға болады. Рулеттің ортасына кремнің орнына тек тосапты жағуға да болады. Біздің бисквитіміз пісіп шықты. Осылай сынбайтын, өте иілгіш болып шығады. Енді басқа пергамент қағазына керісінше төңкеріп, осылай астында пергамент қағазын алып тастаймыз. Одан соң сумен құм шекерді араластырып, осылай пропитка жасап шығамыз. Енді кремімізді салып, толықтай бисквиттің үстіне жағып шығамыз. Шетіне жеткізбейміз, себебі орау барысында кремдер ысырылып шығып кетуі мүмкін. Енді рулетімізді осы видеода көрсетілген етіп ораймыз. Үстін қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Мен рулеттен қалған креммен және 2 түрлі шоколадпен, сондай-ақ малинамен әсемдедім. Дайын болғаннан кейін рулетімізді тоңазытқышқа 1 сағатқа салып аламыз. Сонда кремі сіңіп, дәмі өте керемет болады. Мінекей осымен рулетіміз дайын, өте жұп-жұмсақ, кесуге де оңай, жасап көріңіздер. Видео ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.